Ассалаумағалейкум. Бүгін мінекей 6 тамыз 2025 жыл. Мен қазір мына Бұқтарма су қоймасындамын. Оператор көрсетеді қазір. Мінекей осы Бұқтарма су қоймасынан Құдайға шүкір, енді бірінші рет көруім, шынымды айтсам. Келіп алғаш келуіміз. Бұқтарма су қоймасынан қазір біз күтіп тұрмыз. Анда көліктеріміз тұр ғой. Паром көріне ме? Анау паром келе жатыр екен. Қайықты көрдің ме келе жатқан? Үлкен, мінекей паром келе жатыр. Қазір паромға көліктеріміздің бәрін тиейміз де арғы бетке өтеміз. Сөйтіп арғы бетке өтіп неге Қатонқарағайға бара жатырмыз. Бүгін біз Самар ауданында болдық. Қанды жоқ Самара дедім, сөйтсем қалай табасыз. Енді Самарқанд қой, Самар қант болу керек. Қант жоқ, жаңа қант деген кент деген сөз ғой. Жуан дауысты дыбыс болғаннан кейін Самар кент болмайды, Самар қант болады. Қант жоқ та Самардың өзі бар, сол ауданға келдік. Тұрғындардың үлкен көптеген проблемаларын түсірдік. Су жоқ, жол, басқа да құрылыс, шатырлар ұшып кеткен. Әкімді сынады қатты, соларын түсірдік. Барлық әлеуметтік экономикалық сұрақтарын қамтып өттік. Әкімнің орынбасарынан интервью алдық. Жаңағы Шымкенттен, оңтүстіктен келіп атқан инвесторлар бар екен. Осы жерде жаңа мал шаруашылығына инвестиция жасаймыз, бордақы жасаймыз деген. Мен енді бүкіл оңтүстіктегілерге айтар едім. Енді өздеріңіз ойланыңыздар. Мына жерде қазір 30 мың жылқы, 20 мың ірі қара дедім, 50 мың ғана бас бар екен. Ұсақ мал есептемегенде. Әкім орынбасарының айтуы бойынша 200 мың басқа дейін мүмкіншілік бар. Осы жаңа Самар ауданының өзі. Самар ауданының мүмкіншілігі, яғни жаңағы жайылымдық жерлерін, шөпті шалғандағысының бәрі 200 мың басқа жоспарлап отырмыз. Негіз одан да көп дейді. Мен жобалап айтып отқаным деді. Жаңа аз айтыпты. Яғни 200 мың бас болса, қаншама шаруашылық, мысалы 1000 бастан ұстағанның өзінде кем дегенде 150 шаруашылық келуге мүмкіншіліктері бар екен. Міне, көріңіздер өздеріңіз. Жақсы емес па? Мына жаққа шыға бір оператор арға қайылып кете саласын. Жаңа кесе. Керемет мүмкіншіліктер бар инвестиция жасауға, жаңағы кәсіпті жүргізуге. Енді жасыратын жоқ қой, мына Қытай мен шекараның бәрін өзіміздің оңтүстіктің азаматтарымен толтырмақшы. Жаңағы депутат кісі керемет айтты. Жеме-жемге келгенде Қазақстан тек қазақтарға керек сияқты болып тұр деді. Ол да бәлкім рас шығар. Енді солай ғой, енді политкорректный болғаннан кейін сөйтіп айтайық. Мінекей солай керемет саясат жүргізіп жатыр екен осы жерге көші-қон бойынша. Көші-қонды қолдау керек. Табиғат не деген сұлу. Қазір оператор көрсеттің ғой бәрін, не деген сұлу. Бізде жаңағы оңтүстік Қазақстанда құмда, шөлейтті жерде, айдалада тұрған қазақтарға айтам, егер сіздердің сол жерде жерлеріңіз, бизнестеріңіз, тауып атқан қыруар табыстарыңыз болмаса, көшу керек. Табиғат керемет, ең болмағанда бала-шағаң нағыз сұлу табиғаттың несінде ойнап өсіп, сол жерде ләззатта өмір сүре алатын жағдай болады. Денсаулықта таза болады. Таза ауа не деген таза. Рахат жер, рас айтам. Бізде де бар ғой әрине оңтүстікте. Жоқ деп айтпаймын. Бірақ біздегі табиғаттың сұлулығымен мына жердікімен салыстырып болмайды. Мына жерде де бар тура сондай. Бірақ біздікінен 10 есе, 20 есе үлкен де. 20 есе деген 2000% көп. Бізде мысалы жаңағы бір ғана шатқал болса, бұл жерде сондай шатқалдың 20-сы бар. Біздерде бір ғана жаңағы ойпат болса, бұл жерде сондай тау бөлігіндегі ойпаттың 20-сы 50-і бар. Өте көп. Енді Алтай тауы ғой. Алтай тауы. Сондықтан мен айтар едім, қазақтарды миллион қазақ үдере көшсе де болады. Миллион қазақ үдере көшсе де болады. Тау бөктерін біз егеленіміз. Кеше өткенде Үржардан жаңағы телефон шалып айтып жатыр, жазып жатыр. Үржардың тұрғындарының көбісі айтады, біз қобалжып жатырмыз. Неге дегенде бәке дейді, жаңа Қытайдан келген қазақтардың атына Қытайдың кәсіпкерлері, ақшасы барлары жерлерді сатып жатыр, соларға оформлап алып жатыр. Олардың Қытайда туысқандық бар, сондықтан олар ләм-мим демейді, айтқан істейді. Енді рас өтірігін білмеймін, бірақ айтқан сөзін айтып жатырмын мен сіздерге. Мінекей осындай жағдай болып жатқан кезде өзіміздің жерімізді, елімізді жаңағы өзімізбен бірге толтыруымыз керек. Мен жаңа мына жерде де айттым, ертең біздің жігіттер мыңдап, 10 мыңдап, 20 мыңдап келіп жатса қызғанып кетпей ме жергілікті тұрғындар дедім. Жоқ деп айтып жатыр барлығын. Мінекей сол, сіздермен болған Бақытжан Көпбаев, сау саламат болыңыздар. Қазақстан негізінде өзіміз үшін ғана керек. Әрекет етейік, өзгелердің бәрі қосылсын, егер оларға да керек болған болса. Қазақстанды толтырайық. Бізден басқа кім бар енді? Кім бар? Кімге сенетіні бар мына еліміздің? Сіздермен болған Бақытжан Көпбаев. Сау саламат болыңыздар. Мінекей паром келе бастады. Қазір сол паромында тоқтайды, сосын біз көліктерімізбен барып
ана көліктерді түсіреді, біз тұрамыз. 3000 теңге ма сондай деді. Одесса ма аты? Принцесса ма деймін. Одесса екен. Бүгін 6 тамыз 2025 жыл. Шығыс Қазақстан облысы Самар қанды жоқ Самар ауданы Бұқтарма су қоймасы. Азамат кетті паромға. Адам жүретін жағымен жүре береді. 1500 еді ғой, двигатель 1,5 болса 1,5 алады екен. Авион қарап алып жатыр екен. Ағаш тақырлатып өтті. Бұқтарма су қоймасы, мына Одесса деген паром. Бәріміз келе жатты. Азамат өтті ары қарай. Енді бұл бұрында да Голландияда өттім деді, пароммен жүрдім деді. Сондықтан еш азамат бұдан шатса қоймайды деп ойлаймын. Аны мына көлік жүрсін. Қарап кетті. Кетті. Паромның алдыңғы жағы мынау, бірақ жанынан түсіріп жатыр. Ya Азамат қалай? Нормально, да? Анау төлемей ме не? Айтпайсың ба ақысын барып төле деп.